Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге үміт Амангелді. Осындай ұлпадай дәмді, нәзік, воздушный болып шығатын творожный запеканканы бірге жасауды ұсынамын. Менімен бірге болып, видеоға лайк басып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен жұмыртқамызды сарысы мен ағын ажыратып аламыз. Оған творогымызды және манный крупа қосып, жақсылап блендермен араластырып аламыз. Оның ішінде түйіршіктер болмауы қажет, себебі нәзік болған қаласаңыз, түйіршіктерін езіп тастауға тырысыңыз. Массамызды шетімізге ала тұрамыз және ақуызбен айналысамыз. Ақуызға шым-шым тұз салып, қант сала отырып, формасын ұстап тұратындай етіп, аппақ қылып миксермен араластырып аламыз. Осы сәтте духовкаңызды алдын ала 180 градусқа қойып қойыңыз. Енді екі массамызды жақсылап араластырып аламыз. Пісіретін формамызды сары маймен майлап, жаңағы массамызды бір тегіс етіп жағып, қалаған жемісіңізді бетіне қойып әсемдесеңіз болады. Алдын ала қыздырылған 180 градустағы пеште менің духовкам 45 минутта пісірді және осындай керемет дәмді воздушный запеканка, оңай дайындалатын запеканка дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын, кеңес берем. Сау болыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.